Ассаламу алейкум, Башна Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман таңыңыздар менен. Биз Ош шаарындагы Борбордук базар тарапта жүрөбүз. Бул жакта эми тагыраак айтканыбыздагы, могу оң тарабыбыз ушул велосипед саткандар жак базар болуп кетет, кервен сарай ошол болуп кетет. Бул жагы болсо жогору жакка жүрсөңүздөр ошол мурдагы буюм базары. Бул жагы болсо ошол так эле ушу Борбордук базар кете берет. Азыр бул сиздерге көрсөтө турган видеомду өзүм көптөн бери келе келем. Бир ушундай видео чыгарылыш жасап коеюн деген максат менен келдик. Мындай чымчыктарды тагыраак айтканда ошол баягы колдо баккан көгүчкөн, ошол папугайларды тарта кетемин. Жана андан тышкарыдагы аквариумга балыктар болот, аларды да көрсөтүп тарта кетемин. Бул базар бир гана ушул жекшемби күндөрү эле иштейт. Жекшемби күндөрү ушул таңкымалдан ушул угушум боюнча ошо түшкө чейин эле. Түшкө чейин ошо 12-1лерге чейин эле окшойт. Мына кирип келатабыз. Кирип келгенде эле мындай папугайлар бар экен. Ассаламу алейкум. Бул кандай папугайлар? Волнистый. Ушундай эле өсөбү же чоңоёбу? Болуш ушулбу? Суукка чыдамдуу эле болобу? Азыр эми кыш мезгили айтмакчы. Декабрдын 26-сы болуп калды. Жакшы, канча болуп атат эми булар? Баасы? Парасы 1000 сом. Парасы 1000 сомдон. Эми пара алыш керек да, жуу менен алыш керек сөзсүз, мына. Бунуңуз кандай? Бул Карелла. Карелла? Мына эркегинде ошондой болобу, мындай үстүнө чыккан. Аялда эми эркегинде эми. Кете береби? Өкөтең эле Карелла буну? Жок, бул башыдагы пепчи. Булар канча болуп атат экен? Асыдагы 1,5 миңден. Өкөтең 1,5 миң сомдон. Жакшы, рахмат. Так. Таңкымал болгон үчүн көпчүлүк сатуучулар да эми эле келип башташты. Бул жакта кандай чымчыктар экен? Канарейка? Сава? Сава? Ошондой дегенде болобу. Жакшыраак көрүнбөй калышы мүмкүн мына. Көрсөтөйүн. Майда чымчык экен. Колго багыла берет дейм, Багылбайбы? Бул неге? Сайраганы жок, мындай. Не боло береби? Үйдө баксак боло береби? Жөнөкөй адамдар деле. Кандай сайрайт экен, кызык болуп атат да. Булармы? Канча болуп атат экен баасы булардын? Булар 100 сом, 200 сом. 100 сом, 200 сомдон болуп кетет экен. 50 сомдон. Булар мен биринчи жол көрчүм. Суукка чыдамдуу элеби? Илип койсо тура береби? Сауыл жашайт. Булар деле ушундай, мынакей мына жакшынакай көрүнөт экен эми. Ушундай чымчыктар экен. Жакшы. Бул жакта бул кандай болуп кетти экен? Зеленушка? Зеленушка. 50 сомдон экен. Булар да жакшыраак сайрайбы? 50 сомдон. Кызык, жакшы. Мындай торлор бар экен, сеткалар. Канчадан болуп атат экен? Сеткалар 400 сом бар, 500 сом бар. 400 сомдон, 500 сомдон. Мына чоңуңуз канча болуп атат? 3,5 миң сом. 3,5 миң сомдон. 400ге берем. Мынандай кармушкалары бар экен, Кармушкалары бар. Поддон ачылат. Поддон ачылат дейт. Жакшы. Машина Кейч каналы YouTube'дагы айтмакчы. Бизде о почти 400 миңге жакындап атабыз. 400 миң адам эң кеминде көрө тургандай болот да. Жакшы. Мына жерде тамактары бар. Бул жакта мынау эмне болуп кетти? Тузбу? Туз жалайт экен да. Мынакей мындай ошо азыктары бар экен, көрүңдөр. Жакшы. Мына балыктар эмне? Каптоне балыктар кушар берген. Ушу чымчыктар да жейт, Канарейкалар каса сом сайрайт. Канарейкабы? Канарейканы 1,5 миң. Көрөлүчү канарейканы дагы. Эмиле алып келишиптир окшойт, Мынакей канарейкаларды алып келди дейт. Ошо мага деле ушул чымчыктар кызык. Ушулар да канарейкалар.
Мына қараңыздар. Бұл қандай қышында кішкене мынандай жүнді болып қалауы. Ошода мындай. Қарасаңыздар. Канарейка қанша болып отыр? 1,5 мың сом ба? Бұлар да канарейка? 1,5 мың сомдон. Жақсы. Анам ол жерде ем түстері башқача мында болып кетеді екен. Жақсы. Ар түрді пародалардан екен, да? Дағы ол жақта дағы папугайларды көріп отам. Мынаки папугайлар. Бұл қандай папугайлар болып кетеді? Ular Зеленушка? Білбейм, мұндай тағырақ айт. Argiler valnisi deydi. Мыналар волнисы, я? Қаншадан бері отасыздар? Bunu sormayın diye yapmışsın. Жуы 4,000 сомдон, 4,000 сомдон. Анан кейін о жерде дағы. Бұл да папугай ба? Папугай екен, мындай кішінерек папугайлардан. Бұл қанша болды отады? 1000 сом жуы. Жуы 1000 сомдон. Бұл да баяқындай. Бірінші көрсеткенде чымчықтардан екен, атында ұмытып қалдым. Мына ушундайлар бар екен, дағы мо жерде. Дағы турат папугайлар. Мыналар чоңырақ екен. Мына башкачараак. Бул кандай аталышы кандай? Новозеландский дейт. Басы канча болуп атат? 4000 сомдон. Жубу. Жубу екен. Суукка чыдай берет окшойт, мынантип эле коюп эле турушат. Жакшы. Мынаңыз кандай болуп кетет? Нолар. Атын билесизби пародасы? Немис деген парода. Немис? Волнистийди, немис деген парода. Волнистийдин немис деген пародасы екен. Басын билесизби, билбейсизби? 3,5 мың сомдон. Жубу дейт. Мына Нимфа деп коет. нимфа. Нимфа. Булар канча болуп атат? Дейді, мындай нерсе. Айтмакчы, тумшугунда байкасаңыздар, мындай эки тешикчелер. Жок, немен айтам, эки тешиги бар экен, ушуну менен айырмаланат экен да. Башка папугайларда көрбөй атам, ушулар да бар экен да. Мына жакындап да көрсөтөйүн да. Мынаки фокус жакшы болуп атат, ананы көрдүңүздөрбү? Ушундай. Басы канча болуп атат дедиңиз? 3000 жуы. Анан мындай жөнөкөй адамдар деле келип багып берсе боло береби, же кичине оп үйрөтүш керек. Кыйынчылыгы жокпу? Данын суunu берсеңиз болду. Дан ошол азыгы менен, дан азыгы менен ошол суусу менен берип койсо жашай берет деп атат. Суукка чыдамдуу эле болот, Жок, мындай сабыкка чыдамы жок. Минус болбош керек, кыскасы. Бирөө алганда карача болуп, тоңлап келиш керек эмес. Наловой температурада, хаваларда. Ушундай боло берет, Таgoda да экиде турат. Жакшы. Азыр деле мындаки жакшы. Ушундайлар бар экен, анан мынандай уялар да бар экен. 90 сомдон. Бул баягы чоң клетка алып туруп, ушуну коюп койсо жакшы болот, Ушунун ичинде эми баягы көйүш туй берет да, жумуртка чыгарып дегенде. 750 сомдон, 450 сомдон экен, 170 сомдон. Айтмакчы, видеобузга лайк басып туруңуздар. Эгер көп просмотрларды ээлесе, биз дагы ушундай видеолорду бат-бат чыгарып турганга дайым даярбыз. Дагы комментарийда калтырып туруңуздар, өз ой сунуш пикириңиздерди. Азырынча ушуларды эле көрүп атам. Ушундай баягы торчолор бар экен. Мына бул жакта болсо көгүчкөндөрдү сатат экен. Адамдар көп, аябай көп. Көгүчкөндөргө да кызыккандар көп экен. Так, мынаки кичине бошураак жерге баралычы. Мына актары канча болуп атат?
Oqtar 200 so'm. 200 so'mdan. 1,5 Бұл бая пайпашын екен, а? Ташкенттікі дейді. 1,5 мың сом. Нолар жөнекейле жапайы? Же бұл ділі? Жоқ, бақмақ екен, а? Пайпашын екен. Бұлар қанша олады? Бұлар 500 so'm. 500 сомдан. Аз кішіне қараңғырақ болып қалышы мүмкін. Дайысын асында тұрауыз. Шындайлар бар екен, көгішкендерден. Ой адамдар көбе. Шыншалық көгішкенге қызықшау, а? Мынандай көгішкендер бар екен. Бұл қандай болып қалады? Anjanski, appak болады. Андижанский, аппақ дейді. Қаншадан бері отас? 1000 сом деп бабы. 1000 сомдан. Жақшы, неме? Қандай қылып бағылады бұлар? Қадимкіделе торға салып қойып бағы өресіздер ме? Қой бар бақар. Қой бер өзі келе береді, а? Учып келіп. Үйрет қойғаннан кейін жүре арады. Қанша күн талап қылынады үйрет үшін? 3 күн. 3 күнде үйреніп қалады ошол үйге, а? Қайсы жерде бақса? 3 күнде өрген. Жақшы. Сон? Болды, рахмат. Так, бұл жақта дамынан да көгішкендер тұрады. Берелейmi bana жүк, bana paralarını. Қаншадан бері отас? Olacağından bu siz yaklaşalım. Айты өріңіз ем басын. Cüpü 1,5 bin. Жуы 1,5 мың сомдан. Bana bağlar 1,5 bin koyayım cüpü. Мындай чоңылы болады екен, а? Оларда 1,5 мың. Бұлар кішіне башқачарақ қой, пародасы қандай болып келеді? Ona hakkı. Қандай деген? Ona hakkı. 12 деген бе? Ona hakkı. Ona хакка деген шундай парода екен да, қысқасы. Так, жақсы. Бұларды қаншадан беріп отырсыз? 1,5 bin. 1,5 мың сомдан жуы. Бұл жақта мынандай чоңдар ділі бар екен, майдарақтар ділі бар екен. Шыншалық қызығыш еткен да адамдар. Мына көріп қойыңыздар да қаншалық көп түгін. Басқанға орын жоқ, машина кейч каналы. Мұнаки, мұнандай дағы бар көгішкендер бар екен. Бұл майдара екен, а? Жаш бе? Жаш екен. Қаншадан бері отас? 500 сом бер. 500 сомдан. 200 сомдан. Мұнда арзандырақтар ділі бар екен ғой. Biz Osman ya. Жақшы. Асманнан сүйлөй іздеп отады. Бола тұрғанын айтып. Мұнаки. Сіз қаншадан бері отас? 100 somdan. 100 сомдан? 300. 300 сомдан. Бұлды кішіне уже чоңырақ екен. Жақшы. Осы жақты ма? Андижандықы. Андижанский деген порода. Ташкент, Андижан деп тұрып. Біздің өзбек туғандар жақшы шығарып қалып тұр. Мұнаны қарасаңыздар мұнаны. Өзінчеле бір башқача ғой. Бұл қандай болып қалды екен, нені көреді? Айланансын барды келе мұнандай. Жүнғаптап қалып тұр. Бұл атайын өзі мұнандай тартылышып тұрауы. Кімден екен бұл көгішкен? Сізден бе? Мұны көгішкеніңіз жөнінде сөйлеңіз үшін. Неге мұнай толды? Ал өзі үшінде олау. 3000 сомдан екен. Азы жақындатпа көрсетейін, сіздерге жақшырақ көрінбеші мүмкін мынанда. Тұрысын қарасаңыздар. Азы фокус жақшы болып жатады. Қысқасы шындай екен. Да, қызық. Шындай көгішкендер бар екен. Да, бар алшы мұндай. Sizden mi? Kavuşkanlar? Yerleri çok ya. Так, бұл жақта мына чоң кен мыналаршы. Мұндай жарым тоқ массасында бар-бардай болып көрінеді. Мына чоң кен да ағы. Сізден бе бұлар? Қанша болды отады? Ошы чоң ағы. 1,5 мың сомнан. Пародасы қандай? Андижан дейді. Неге қызығышат адамдар бұлар баққанға? Себебі қандай?
Бул да бир өзүнчө рахат дең, жакшы. Көк үчкөн баккан биздин көрүүчүлөрүбүз да бар болсо, мындай жазып коюңуздарчы, эмнеси менен кызык, бул кандай рахат аласыздар дегендей да сөзү. Эми кыскасы ушундай көк үчкөндөр бар экен, мындай тартканга деле, жакшы тартканга деле мындай шарт болбой атат. Көрдүңүздөр, жакшы. 1000 сомдон дейт го. Жакшы ушундай көрүнүштө.